Сәлеметсіздер ме, құрметті салымшылар, сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Бүгін біз сіздермен бірінші және екінші топтағы мүгедектікке байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан мерзімсіз уақытқа белгіленген төлемдер туралы сөйлесетін боламыз. Мерзімсіз белгіленген бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары болған кезде белгіленген кесте бойынша міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алуға құқылы. Бұдан басқа мүгедектігі бар адамдар тобына мүгедектігі белгіленген мерзіміне қарамастан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған жинақтарынан зейнетақы төлемдерін ала алады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры алушыда мүгедектіктің бар жоғын азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы мүгедектерді есепке алу жүйесінің орталықтандырылған банкінен мәліметтер алу арқылы дербес тексереді. Егер алушыда мүгедектік бар екені туралы мәлімет расталмаған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры алушы өтініш берген күні құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді. Немесе өтінішті орындаудан бас тарту туралы алушыға 10 жұмыс күн ішінде хабарлама жібереді. Ол хабарламада бас тарту себептері көрсетіледі. Зейнетақы жинақтарын төлеуге өтінішті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры кеңсесіне жеке өзі немесе сенім білдірілген тұлға не пошта арқылы беруге болады. Сондай-ақ зейнетақы жинақтарын алуға өтінішті empf.kz сайтында онлайн режимде беруге болады. Ол үшін электрондық цифрлық қолтаңба қажет. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында мерзімсіз уақытқа бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға барып қызмет көрсетілетінін атап өткен жөн. Бұл ретте алдын ала кеңес беру, оның ішінде қызметтерді қашықтықтан бармай-ақ алу мүмкіндігін тексеру жүзеге асырылады. Құрметті салымшылар, сіздермен болған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.